Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұмсақ үлпілдек дәмді шоколадты панкейкиді жасап үйренейік. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алда әлі көптеген пайдалы рецепттер болады. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, кішкене араластырып аламыз. Сүтімізді қосып, қантымыз толық ерігенше жақсылап араластырамыз. Сұйық май немесе ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Енді бір келкі қалыпқа келтіріп араластырып, ұнымызды, какаоны және қопсытқышты барлығын бірге қосып, ұн илегіштен өткізіп салып аламыз. Енді жақсылап араластыруларыңыз керек, ешқандай комочки болып қалмауы керек. Біздің тестамыз осындай қоюлықта болады. Ал енді пісіріп алайық. Осылай шөмішпен кішкене ғана құйып аласыздар. Және бетінде шариктері шығып болғаннан кейін екінші бетін аударасыздар. Екінші бетін аударғанда көп тұрудың қажеті жоқ, 1 минуттай тұрса жеткілікті. Ал менде жалпы осынша шықты. Қараңыздар, қандай жұмсақ үлпілдек болып тұр. Қазір арасын бөліп, жақсылап қарасаңыздар, арасы да толық піскен. Мен қазір бетіне сүмәлек жағып жатырмын. Сіз әсел сгущенка қолдансаңыз болады. Балаларға ұнауы сөзсіз, отбасыңызға да жасап көріңіз, сондай дәмді шығады. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Рахмет.